Sözü ötkür, özü pısık, kelbetті, өрескелді сүймейтін қыз Мұрат қызы Ясмина Санжаровымыздың жетектеуімен. Екінші аруымыз баппен сөйлеп, биязы күліп, жүзі жылы, өзі ұяң, тәні нәзік қыз Ерлан Айзере, Пашыр Қайсар жігітімізбен бірге. Айбиба Ергеш Рауан жігітіміздің сүйемелдеуімен. Қыз Құрбанбай Ағниет Анарбек Алматтың сүйемелдеуімен. Августа қалайы, қаманасы алайы, сәлемем ие, башымға көріңдер. Биік түккен балаға білім қойған санаған Аннұр қарғыша бауырға мамауға айтсам була ма? Таныс таса өзімді, аты менің Ясмина Баяжанда қызымын Мұрат деген әкем еркекті күндеп, Сәмна деген анам бар еркекті күндеп, Айя деген апам бар еркекті күнеді. Жақыраған балақайды шапалықпен деймін. Амысыздар қалайық, сәлем бері алайық. Бала бақша бағылда ашар күнін арайық. Отырмаймын табамын, алдан зерек баламын. Көркем сөйлі сезімін, бейбеді аламын. Айзеремін, астықтан зоғы жанамын, еландай атамын, ақ батасын аламын. Қылығымен барайтын, әм сөзді бағдайтын, айбы қызмен барам, бағасын арнайтын, сәлем берді иге. Башаңызға ғайын өнермен тәнтетіп, көңілімді табайын, құрметімді көрсетіп, орта жылдың қызымын. Kız orana kep kaldım, жақын болсын арамыз. Мен Құбымбағы ниет, сәлем мевсұтсан қақымыз. Аман есен, жұмыс де запымыз. Амызда жиған жит қақымыз. Күз мезгілі нешеге бөлінеді? Етегіз қара күз, алтын күз. Екінші сұрағымыз мақал мәтелді жалғастыр. Еңбек түбі? Береке. Тамаша. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Тамаша. Ал енді мынау жапырақшаңды өз ағашына жабыстыра қой. Келесі екінші аруымыз Ерлан Айзере. Ерлан Айзере, сізге сұрақ. Күз айларын ата. Бірінші сұрағымыз күз айларын ата. Қыркүйек, қазан, қараша. Жұмбақ шешу. Аспай піскен, қайнамай түскен ол не? Жемістер. Тамаша, жемістер. Айзере қызымыз өз ағашына жапырағын іле қой. Ал үшінші аруымыз Құрбанбай Ағниет. Сұраққа жауап береміз. Бірінші сұрағымыз күз мезгілінде табиғатта қандай өзгерістерге ұшырайды? Бұзылады. Күн суытады. Сапақта түседі зеки. Екінші сұрағымыз жұмбақ шешеміз. Ағайынды бәрі шықса жасыл, түссе сары. Бұл не? Не ол? Жапырақ. Жапырақ. Өзіміздің жапырағымызды ағашымызға іле қой. Ал төртінші аруымыз Мұрат қызы Ясмина. Ясмина қызымыз 5 жеміс жидекті атап бер. Alma, armut, üzüm, şaptalı börek.
Екінші сұрағымыз мақал мәтелді жалғастыр. Еңбек етсең ерінбей, Ермек тексең ерінбей, тойылда қарып тілінбей. Тамаша, өз ағашына жапырағыңды жабыстыра қойма. Яғни, жайына қоясың. Яғни бұл үшінші шартымыз аяқталды. Қыздарымызды сахна сыртына шығарып саламыз. Енді төрт шартымыз бойынша. Құрметті ата-аналар, Назма ұжымының коллективі ұжымы. Бүгінгі күз аруы сайысы өтіп жатыр екен. Мына 4 қыз қатысты. Мен енді бөліп жаралмайым, шынын айтқанда барлығы да әлі балапан, әдемі күшті қатысты бәрі де. Бірақ біз барлық несін бағалай келе. Ұлан Айзере қыз, нағыз еді алдындағы. Бұл қызымыз өнерлі қыз, өзінің қылықтарын көріп жатырмыз, өзінің билегендегі әдемі нелерін көрсетіп жатыр, өнерлі қыз деген номинацияны беріп. Назыма Бөбекжай балабақшасында күз аруы 2023 жылы сайысына жақсы өнер көрсеткен үшін өнерлі қыз номинациясы Ерлан Айзере марапатталады. Қош Өзі өте көрікті қыз, барлық несі киімдері жарасып тұрды өзіне. Сұлу, әдемі киімдері жарасқан үшін көрікті қыз деген атағын берді. Қызының айшасын. Міне, қызымның. 2023 сұлулық сайысында жақсы өнер көрсеткені үшін көрікті қыз номинациясымен Құрбанбай Ағниет марапатталады. Сабырлы, нәзік қыз деп біз Сафетдинова Айбиба қызымыз. Біздің жаңағы өлең айтқанында да, сұрақтарға жауап бергенінде де сабырлы, өзі нәзік, өзінің несін көрсетті мінезінде. Күз аруы 2023 сұлулық сайысында жақсы өнер көрсетіп, сабырлы және нәзік номинациясы Сайфуддинова Айбиба марапатталады. Қошемет көрсетейік. Әр номинация өз егесін тапқан сияқты, Күз ханшайымы өз егесін тапты. Айтады ғой, сахна үшін жаралған адамдар болады ғой. Өзін сахна үшін жаралған қыз екенін көрсетіп, 60 балл жинап, күз ханшайым атанған Марат қызы Ясмина күз ханшайымымен марапатталады. Қошемет көрсетейік. Мен Мұраттың жеңбедім, жеңілдім деп ренжімейгін, қатысуда бір жеңіс, жан болсаң оны ұғатын. Демеңіз біз өнерді аяп қалды, мезгілі де біраз жерге таяп қалды. Қош болып тұрыңыздар, көріскенше, осы менен сайысымыз аяқталды дегелі. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше.